барлық басты рөлде тек мен ойнаймын. И ойбай, главная актриса Дима. Антивзяточная служба дейтін. Сондай персонаждарымыз, образ сондай. Екі персонаж даусыңдар. Мен ақша туышымын. Тауыздар қалай жағдай? Жақсы, Нұрсан қалайсың? Яғни бұл влогтың фанатысың ғой Асылжан, да? Жо, мен әйелім фанаты бұл влогтың. Мойындамайды да, не жалпы. My mom, my dad. Қазір бұл кісі тек мама емес. Көке фильмінің актрисасы және режиссері қарсы алыңыздар. Айгүл Иманбаева және Асылжан Абумуталип. Қошеметтеріңіз. Қарсы алыңыздар. Асылжан және Айгүл ханым қатырып қошеметтеріңіз. Мінекей Айгүл ханым, біз сізді сағынды. Қалай сағындыңыздар гәне? Асылжан, біз сізді де сағындық. Тағы кәне. Жо, негізі ереке байқадың ба? Айгүл ханым баяғыда шыққан кезде секіріп жүгіріп шығатын еді. Қазір кәдімгідей Дива бұл. дива болып шығып келе жатыр, иә. Примадонна болып шығып келе жатыр. Примадонна. Әлде қасыңызда өзіңіздің балаңыз тұрғаннан кейін кішкене байсалды ұстап тұрсыз ба? Қалай ойлайсың? Естімедіңдер ме жаңалықты? Қандай? Мә саған, өйстіп жаңалықпен қорқытатын болды. Жаңалықпен келді. Не деген интрига. Қазір бұл кісі тек мама емес. Ендеше дәл осы интриганы ұстап қалып, сұхбатымызды Жасыл диванда жалғастырайық. Қошеметтеріңізбен Көке фильмі Айгүл Иманбаева, Асылжан Абумуталип. Сонымен достар, қызықтайыз бағдарламасында Көке фильмі, оның режиссері Асылжан және Асылжанның анасы бір жағынан. Бір жағынан басты кейіпкерлерінің бірі. Иә, неліктен анаңызды басты кейіпкер қылып алдыңыз? Енді бізде тек әділдік қой, кастинг болды өте үлкен. Тексерді. Демек осы фильмді өздеріңіз алып шықтыңыздар, иә? Өзіміз бөліп алдық және барлық басты рөлде тек мен ойнаймын. Жалғыз өзіңіз. Өздері басқа ешкім болмады ма сонда? Мына рөл ойнайтын кинода дұрыс актриса жоқ, не бір жақсы дұрыс актер жоқ. Содан кейін барлық басты рөлді өзім ойнауға тура келіп жетті. И ойбай, главная актриса Дима. Мына әңгіме сәл ыңғайсыздау болыватқан жоқ пе? Міне Көке фильмнің басты кейіпкерлері. Енді қайтемін деп ойладым, ойға күпсізден бойладым, белді тәуекелге байладым, кердімде сарыын сайладым, ой өртпен ойладым, қой, енді қайтемін деп ойладым. Екінші арттан билетпей қойшы, бір нәрсе батат, былай тұршы. Негізі байқадық, сен арқаңда жүрген жігіт екен ғой. Қошеметтеріңіз, Тауасар және Қайсар. Мінеке, режиссер, кейіпкерлер барлығы сахнада. Жасыл диван, қош келдіңіздер.
Қаншаман бәрі жақсы ма? Браво, күшті. Айгүл әмшен бабында. Кеттік, жалғастырамыз, құрметті достар. Шабақтарыңызбен. Айгүл Иманбаева, кәне. Қайсар Хамза. Тавасар Қайсарова. Және Көке фильмінің режиссері Асылжан Абумуталиев. Иә, мінеки, негізі бүгін біздің бағдарлама ереке айта кететін нәрсе бір отбасылық бағдарлама болайын деп тұр да. Мінеки, Айгүл ханым ұлымен келіпті, Қайсар да баласымен келіпті. Қайсар ұлы Тавасар ғой. Мәссаған. Қайсар, Тавасар, Айгүл ханым бір кинода ойнайды деп кім ойлаған, негізінде? 10 қайнаса да сорпасы қосылмайтын жандар ғой, негізінде. Әр түрлі ғой, негізі. Ол жерде. Тіпті ана түстері әр түрлі ғой, қараңдаршы. Ол негізі бұл жерде Қайсар, Тавасар и Тұңғышбай Жаманқұл, вот это точно піспейтін нәрсе. Мә, Тұңғышбай аға да бар ма? Киноның ішінде Тұңғышбай аға бас көке сол кісі. Дулыға аға сол көкенің байтқан, сол көкенің арқасында жүрген әкім. Дулыға Ақмолда. Сомен Қайсар мен Тавасар олар антивзяточная служба дейтін кішігірім бір органда істейтін жігіттер екеуі. Ойдан шығарылған орган ба? Екеуің сол жерде істейсіңдер ма? Біз жоққа Тавасар түсінікті. Сен не жүрсің ол жерде? Жоқ, біз И тастам ауылдағыдай. Жоқ, біз негізі бұрында жұмыс істеп кеткенбіз да, киноның сценарий бойынша бұрында жұмыс істеп кеткенбіз, бірақ сонда да әкімдерді жаңа ананы ұстап, қорқытып, сөйтіп ақша бопсалап жүрген екі персонажбыз ғой, бірақ екі персонаж дау, кейіпкерлеу, қайсарлау. Бірақ істеген ісіміз шала ғой. Екеміз бірақ бір серьезный іспен айналысқымыз келеді, бірақ істеген ісіміз шала, сондай персонаждармыз, образ сондай. Қоралау. Демек, фильм жалпы жемқорлыққа қарсы. Негізінде, жемқорлыққа қарсы. Тамаша, Айгүл ханым бұл жерде қандай рөл? Қандай рөл? Мен ақша туушымын. Мен басты жұмысым ақшаны туу болды. Ақшаны туу, яғни сіз... Бас продюсер. Сіз... Ал енді кинодағы менің рөлім өкпем қара қазандай жалпы балама. Қара деген сөз айтпаңыз бізде, болмайды бүгін. Өкпем қазандай деп беріңіз просто. Өкпем қоңырлау. Себебі білмеймін, баланы туасың, өсіресің, ол қалыптасады, тұлға болып, режиссер болып сөйтеді. Мама жалпы саған әлі де киноға пісу керек, және саған бұл кинода эпизод берем, дым ренжіме деген қалай кетті? Эпизод берем, бірақ маған ақша керек деді. Маған ақша берсең, бұл эпизод берем ақшаң үшін деді. Бірақ басты рөлде осы Қайсар ойнайды, Тавасар ойнайды, Тұңғышбай аға Дулыға ойнайды, Баян ойнайды. Бірақ сен емес, дым ренжіме, папам екеуіңе эпизод деген қалай кетті? Мәссаған. Негізі қалай енді сіз бас продюсерсіз, сонда сізге келді ма? Маған кино түсіргім келіп жатыр, мама ақша тауып берші деді ма? Жоқ. Сатыңдар мені, сатыңдар дедіңіз ба? Жоқ, кинода былай ғой, бұл жерде барлығымыз орындамыз. Жаңа мынандай болып қалды. Мен негізі басында айтты ғой, бір жаңалығымыз бар деді Асылжан. Басында шыққан кезде Айгүл ханымға байланысты бір жаңалық бар деді. Бұл тек қана мама емес деді. Тағы да деді, сонымен біз үзіп Жасыл диванға өтейік дедік те. Сол кезде не жаңалық ол? Өзі айтсын енді мен. Өзіңіз айтыңыз. Өзіңізге лақтырып жіберсе ол. Асылжан айтты ғой, мамам қазір менің мамам ғана емес деп айтпағы, мамам қазір келін деп айтқысы келген шығар. Жоқ, негізі продюсер деп айтайын деп едім, сол үшін сабырлы шықты деп. Басқа нәрсе ашып кетті ма? Қошеметтеріңіз құрметті достар. Күшті. Жақсы шығып жатыр қазір. Продюсер емес, келін бол. Басқа кейінірек ол тақырыпта. Тавасар, қалай жағдай? Жақсы, Нұрсан қалайсың, рахмет.
Жалпы есімің кім? Tawasar, men Kaysar Ulu. Тауасар Қайсарұлы дейді. Сүйікті рэперің кім? Қаракесек. Қаракесек. Жалпы неше жастасың? 23. 23 кәрі. Не істеп жатсың жалпы? Отыр. Отырмын. Сен жалпы Қызық Таймс бағдарламасын көресің бе? Қазақстан көшті родной. О, родной, рахмет. Қошеметтеріңіз. Негізінде жалпы Қайсардың саяхаттарын көріп тұрасыз ба өзіңіз? Мен Қайсардың жалпы өзінің парақшасын жақсы көрем. Контент өте грамотно, күшті түсіреді, қызықты түсіреді. Енді бүкіл біздің қара бауырларымыздың барлығын Заттыбектің биіне билетіп Тенгринюстан бірақ шыққан жоқпыз ба? Олдың астарында не жатыр? Патриотизм жатыр, если что. Шетелде жүргенде мен айтайын, қазақша әндерді жаман сағынасың ғой. Білмеймін, бір Алматыда жүргенде тыңдамайсың да, бір тыңдаған есімде емес та, бір Заттыбек ағамыздың әнін бір қойып қойып, бірақ ар жақта қосып қойсаң әдемі кіреді да. Соны постоянно өзіміз жолда да тыңдап, анда-мында тыңдап, сол видеоға да түсіріп, сөйтіп жүргенде солай өзі осылай шум болып кетті да аяқ астынан. Біз енді үйтіп шум болады деп ойлаған жоқпыз. Өзіміз сағынғаннан тыңдап жүрдік шетелде. Негізі солай болған енді. Бірақ десек те өте қызықты влог, маған өте қатты ұнайды. Былайша айтқанда бастан кешкендер, қошеметтеріңіз. Шынымен. Әлі қорғататындары енді, көретін бар енді, па? Сондай бар енді. Қора вечеринкелер. Қора вечеринка. Жалпы неге бұлай влог түсіре бастадың? Не итермеледі ма? Не итермеледі? Бізді Алматыда тұрып атқан квартирамыздан шығарып жіберді ғой. Аха. Күнде шу, айғай, көршілер күнде есік тақылдат тұрады. Қойыңдаршы деп. Сонымен бізде договор 6 айдан кейін біту керек еді да, бізді 3-ші айдан кейін қайта беріңдерші деді ғой. Содан басқа квартира іздеп жүр. Қыс, квартира жоқ. Сонымен бір командада бір баланың аузынан білмеймін, құдай салды ма, Дубайда тұрайық дейді да, бізге разница жоқ қой. Разница жоқ. Дубай ма, Алматы ма? Оңай ғой, мына тұрған жер ғой. Жоқ, разница жоқ дегенде, жұмыс байлап тұрған ештеңе жоқ қой дейді да. Осы жерде тұрдым мен Дубайдан сол түсіретін видеоң ғой дегендей. Балқашаудан Дубай ауылы ғой. Содан солай бардық. Дубайдан кейін ары қарай сол жақтың соңғы күндері келесі мемлекетке барайық деп сөйтіп идеялар келді да, әр мемлекеттен бір айдай жүрейік та, көрейік та деген сияқты. Сөйтіп аяқ асты шыққан сондай бір саяхат негізі. Жаңа квартирамыз 3 ай дейді, 6 ай емес 3 айға жетпей шығарып жіберді дегенде бір аузыңа орала дегенде. Не то, что қалаға сыймай, елге сыймай кетіп қалдық қой деген. Елге сыйдыртпадық қой Қайсарды. Намибиядан бірақ шықты. Жалпы Тауасар, ол сен сол жерде гидің болды, басында? Жоқ, гид болғанда біз бірінші күні Намибияға келген күні қарнымыз ашып просто бір тауық жеуге барамыз. Сөйтсе бұлар таксист, бір саяхатта тұрады ғой, Азия ойнайды жаңағы. Таксист очередьпен алып кетеді адам. Намибияда ма? Намибияда. Азия ойнай ма? Жоқ, өздері бір карта ойнап тұрады. Намибийский Азия. Мачталарын бәрін жинақ қояды да, сонымен адам келген кезде бір-бірден алып кетіп отырады. Сон тауық жеп шықтық, сонымен далаға тұрсақ, бір кипіш бір нәрсе болып кетті, сонымен өздері келіп сөйледі. Қолымызда жаңа тауық тұрған, сонымен мынау не дейді? Қорқып тұрық қой, ондай қара адамды бір жерде өмірімізде көрмегенбіз ғой. Бірінші рет біз просто бір рисковать етіп бара салдық. Бәрі жіберіңдер деп не қылсақ, 15 бала таласады. Сонымен жүріңдер алып берейік деп ар жаққа барып қайттан бұларға алып беріп, сосын сразу жабысты өзі. Мынандай жерге барыңдар, мынандай жерге бармаңдар, мен сендерге көрсетемін, үйтем дегеннен кейін біз оның алдында ойлағанбыз, бізге бір гид адам керек ау деп Намибияда. Сонымен давай Тауасар мен Файзулла деген екеуін давайте алғайық, айлықтарына келісіп давай деп не қылдық. И үшінші Ақниет деген бала күнде түнде келеді да отельге. Ақниет қойшы. Файзулла, Ақниет, Тауасар. Жоқ, Ақниеттің шын аты Фаназо. Бірақ аты қиын болғаны Ақниет деп қойып қойғанбыз.
Файзолла сонда оңай, Файзолла. Неге фаназуды Файзолла деп. жұрт қысқартып атса бұл созып жатыр ғой. Қазақтарға оңай ғой енді. Файзолла, иә. Солай таныстық сонымен бұнымен Тауасармен. Содан дейсің ғой, таныстыққа ұласып жүрген кезде Асылжан айтты, мама, осылай, в общем, мен мына рөлде дейді. Тек Қайсарды көрем Тауасарменен дейді. Сен яғни бұл влогтың фанатысың ғой, Асылжан, да? Жо, мен әйелім фанаты бұл влогтың. Сен фанат емессің ба сонда? Мен білмедім. Маған келіп көрсетті. Сценарий жазылып жатқан ғой. Сол кезде осы екі кейіпкер тұрды. Кім болатынын білмей тұрдық. Сосын келіп көрсетті. Мойындамайды да. Мына екеуін алып шығыз, пожалуйста. Маған айтты. Кеңес беріп танымайды екен, негізі көрмегенмін деген әңгімелер Негізі ғой. білмеймін бұларды. Бір әйелім айтты просто. Жарайды дей салдым деген. Жалпы Қайсар бұл енді Асылжан режиссер ретінде қалай алып шықты ма? Күшті. Күшті ойнап шықты ма? Күшті. Мен не знаю, почему Қайсар до этого байқамаған бізде, режиссерлар болсын, продюсерлар. Айтарым, болашақта кино түсіретін болсаңыз шақырыңыздар, себебі Қайсар прям 100% бәрін жасап береді. Читкаға келеді, кстати. Это очень классно. Жауапкершілік өте жоғары. Одан кейін Кешігіп келеді бірақ. негізгі партнері Дулық Ақмолда болды. Енді білесіздер. Бұл жерде бұл шапалақтау керек. Ерекше шапалақ. Ол кісі енді тірідей легенда. Білесіздер, Дулық Ақмолда Қазақстандағы енді бірінші халық әртісі атағын осы қайтып тағайындағалы алған актердің бірі. Мықты мастер Тұңғышбайдың шәкірті және ең нөмір бірінші актердің бірі болып есептелінеді қазіргі таңда. Соны айтамын ғой, Дулға қалай жұмыс қалай жүр? Айгүл, слушай, мынандай балалар дейді. Мен енді оны естігенде Дулғаның аузынан мен ойлаймын, считайся дедім негізі. Мықты. Қайсардың түрі ұнап жатыр да бұл. Симай. Бұралаңдап жүр. Негізінде Айгүл ханым былай ғой, енді сіз білесіз ғой, енді тәжірибеңіз мол. Біз жалпы қазақтар сын дегенді көтере аламыз. Бірақ қазақтардың көтере алмайтын жалғыз нәрсесі бар да. Жалғыз нәрсесі. Мақтау. Мақтаған кезде еш нәрсе істей алмаймыз ғой. Мысалы қараңызшы, Айгүл, сіз әлемдегі ең мықты актрисасыз. Рахмет. Көтере салды бұл. Боксы уже. Опыт бар. Қабылдай береді ғой. Қайсар мысалы, керемет актерсің сен. Керемет актерсің. Влогтарыңды айтам да, ана жердегі влогтарыңдағы қыздар. Ешкім әлі түсірмеген влогтар ғой, әлі ондай влог, мысалы, ерекше стильде. Қазақ тарихындағы алғашқы. Осы соның барлығын, мысалы, Намибияда жүріп, қазақтың атын шығару, ол әркім қолынан келе бермейді. Бұл негізі қазақ еліне жетіспей жүрген сол еді. Намибияда атымыз шыққаны. Азамат бірден бір елдің ел ағасы. Шапалақ беріңде! Шешен шапанды Айгүл ханым. Жайдам. Шапан жабын. Қайдарып алыңыз, тамаша. Бәрібір қиын, қиын. Қатты мақтай берме? Мақтау деген негізі қазақтар үшін ең қиын нәрсе. Тауасар негізі түсіне ма қазақша? Кейбір сөздерді түсінеді, енді бір теріп үйреніп жүр ғой, негізі. Жалпы Қазақстанға алғашқы келуі ғой, It's first time in Kazakhstan for you. Yes. Wow. Like a cat. How is it going? How it feels like? Oh my God. It's very, very crazy. I have never experienced something like this. Енді керемет деп жатыр енді. Жоқ, жалпы бірінші келеміз ғой Қазақстанға. Сөйтіп кіріп баратсақ, далада клубтың алдында қырғын төбелес болып жатыр ғой. Мыналар не істеп жатыр? Намибияда ондай төбелес көрген жоқпыз да. Мен айтамын ғой, it's Kazakhstan. Bro, it's Kazakhstan деймін ғой. Соған не етіп жатыр ғой? Таңғалып жүр да бұл. Біздікі по-черному болып тұр ма сонда? Біздің төбелеске таңғалып жүр ма? Біздің төбелеске. Бұлар да төбелеспейді, атысады ғой. Көп төбелесе алмайды бұлар, атысады бәрі. Бірден атса ма? The way I feel like I'm in another world, man. I feel like I'm, Басқа әлемде жүргендеймін дейді да. Басқа әлемде жүрген. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын ба? Жалпы қазақ секілді біздің елдегідей еш жерде қонақты күтпейді. Тамаша. Еш жерде.
енді Тауасар ойлаймын қайсар шалқасынан түсіп талып шокты түсті. алып жатқан шығар уже. Алды. It's your first time in movie? Yes, Since- yes, yes, yes. As an actor? Yes. Таксовать етіп жүрген бол? Yeah. Бірінші рет қой. It was all the best and it was enjoyable, you know. Ah. I enjoyed it. The movie director is also the best. It's all the best. Бәрін мақтай береді екен, бәс деп бұл да бір бәріне жел беріп қоя береді екен бұл Шымкентке да. барып келген ғой уже, Шымкентке барып келген ғой. What about the producer? Мен продюсер емеспін. Мен Тауасардың мамасымын. Ah. Бағана бүйтеді ғой, кіріп келеді. Hello, мама дейді ғой. Сізді мама дей ма? Мінеки, құрметті достар. Тауасар папасы мен мамасын тауыпты ғой Қазақстанда. Мамасы кәрлем ма дейсің ғой. My mom, my dad. Аха. They're my parents. Parents. Тауасар, Yes. we are uncle. Oh, new uncles. Yeah, Uncle Benz. Aga. Аға, аға. And what about Асылжан? Yeah, all the brother. Bratан. Братан. Енді айта кететін нәрсе, әрқайсыңыз қазіргі таңда медиа салада жүрген краштардың қатарындасыздар ғой, ә? Краш қой, иә, солай емес пе, иә? Ендеше дәл қазір Қызықтайыз бағдарламасының енді тұрақты айдары краш тест. Краш тест. Белгілі бір камераны таңдап алып, соған бұрылып тұрып тіке қарап, ең краш көзқарасты көрсетулеріңіз керек. Кімнен бастаймыз? Кімнен бастаймыз? Музыканың ырғағымен. бұрылсаң екен. Иә. Сонымен, құрметті достар, краш тест Айгүл ханым. 1, 2, 3. Айгүл ханым, не Кетті. істедіңіз? Болды. Мен мына жерде боковоймен сырып Нетіп? кетті ғой мені мына жақтан. Жырып бұлайынан бұлай кетті Бүйтіп ма? тырнап кетті ғой көзқараспен, өртеп. Қошеметтеріңіз. Опыт бар ғой, тәжірибе бар. Мақта, так. Айгүл ханым соңына қой керек еді. Ал енді Қаяқта, мына камераға ма? мына камера, міне, мына жанып тұрған. Қолдан келгенше барын шығар енді. Тез бастасам тез бітеді ғой. Сонымен құрметті достар, краш көзқарас. Қайсар Хамза 1, 2, 3. Мынау не болды сонда? Ол нетіп не қылайын деп еді ғой, просто соның несі болмады. Сүңгіп барды деген әңгіме ғой. Ұстап едім, мына жер жыртылып кетті ғана. Пантералау болды ма? Кайф, қошеметтеріңіз. Үшті. Охо, кезек Тауасарда. Міне, кепкіні шешіп Okay, I қойған. believe in you, okay? Кәне, кепкіні шешіп тастауға. Краш тест. Тауасар 1, 2, 3. Başka bir soru. Мынау точно балаң ба сенің? Жарды, қошеметтеріңіз. Браво. Және қазір режиссер. Режиссер енді нағыз мастер-класс көрсетеді. Иә. Мыналардан кейін көрсетемін точно. Так. Тауасардан кейін қалай болады екен? Иә. Жаңағын барлығын ұмытыңыздар.
қазір ерекше болады. Асылжан, краш, көзқарас. 1, 2, 3. Болмайды, қайттан. Сынып қалды, қайттан. Күшті басталып келендір еді. Жіберіп қойды ана жерде. Жолдан Тавасардың көзін ұстап қалды да жаңа. Сонымен краш, көзқарас. Асылжан 1, 2, 3. Кім Тавасар қайта беру керек. Намибияға салып жіберейін ба? Тамаша достар. Қошеметтеріңіз. Краш тест. Көке фильмі. Көзбен, тіпті сөзсіз ақ көзбен ойната білу, көзбен бір эмоцияны беру, ол да бір шеберліктің белгісі ғой, солай ғой, ә? Тағы бір жаңалық, бұл енді білмеймін, біз ол туралы айтуға құқығымыз бар ма, жоқ па? Әдетте біз ондай тақырыптарды қозғамаймыз біздің бағдарламада. Бірақ десек те құттықтау парызымыз деп ойлаймын. Жақында ғана біздің Айгүл ханым күйеуге шықты, той болды, қошеметтеріңіз. Жоқ, той болған жоқ, тойға шақырам, қызықтаймыз. Ұжымын түгел шақырам, бірақ той февральда Майамиде. Және Майами бэндпен келіңдер. Менде той Майамиде болса, бәрін шақыра берді. Той Майамиде бәрін келіңдер. А вы умеете отшивать. Келіңдер, бәрін шақырам, той Майамиде. Бәрі келді. Жездеміз сол жақтың... Тавасардың бауыры. Сүде тура сондай. Да? Есім бі кім? Ерлан. Ерлан ба? Өзіміздің қазақтың азаматы, е? Қазақтың азаматы просто Калифорнияның загары өтіп кеткен. Калифорнияның загары анандай болады негізі. Бізде қонақта Калифорния. Осы эфирде отыр бауырымыз, кереметжан, хитмейкер. Қалай енді жұбайыңыз Америкада? Өзіңіз осында жоспар? Жоқ, жоспар біргеміз ғой. Біргеміз, мен күні кеше ғана келдім. Барып келіп, ол келіп кетеді, мен келіп кетеді. Әзірге солаймыз. Бірақ бір-екі айдан кейін бірге тұрамыз, қайда тұрсақ та, бірақ екі мемлекеттің арасында. Өйткені оның жұмысыменен солай. Яғни база қай жер болады? Мен Қазақстаннан кетпеймін. Браво! Қошеметтеріңіз. Тамаша. Ән айтатын білеміз, е? Былай айтады енді. Заттыбек. Заттыбек? Нартәуекел. Ой, ben sen boyladım. Oy, gönle sen boyladım. Oy, ben seni boyladım. Басқа сөздер бар ма? Oy, gönle sen boyladım. Бұл жігіт бойлай береді екен, бәрін. Ой. Қоймайды екен де просто бойлай береді екен. Бәрін бойладым деді. Дәл қазір Тавасарға қазақтың әндерін айтқызып көреміз. Ал сіздер ол әндерді тауып көресіздер. Көреміз бе? Көрейік. Кеттік. Кеттік реквизит сахнаға, ендеше Тавасар ортаға. Birlikte tamamlayamaz. Ko'ngilni ko'tarmaymiz. Birlikte tamamlayamaz. Сонымен құрметті достар, дәл қазір Тавасардың орындауында қазақша әндер, олар қаншалықты анық болатынын білмеймін, десек те тауып көрейік, е? Көреміз ба, Айгүл ханым? Көрейік. Кеттік. Алғашқысы. Өз қайғы. Бері қара қап-қара Шымкент. Иә. Шиза Солма Шымшын ба? тыңдап көрейік. Жақсы. Шангуру, шам. Жаңбыр, шап. Бәрі мәңгі болмайды.
Шудың бойында ғой? Бойында сені іздедім, бәрі ойымда үміт үзбедің. Жақсы. Келесі. Sen seni mi? Не айтып жатыр? Жоқтау айтып жатыр ғой. Again. Go on. Краскале. Краскале. Аскілеп жатыр в общем. Фаралаума. Калифорния лаума. Тамаша кәні Тыңдап қандай? көрейік. Так, келесі. Harnadım. Kingelinde anladım, singelinde anladım, anladım. Oyunlu anladım, singelinde anladım, salmadım. Singelinde anladım, singelinde anladım. Арнадым, бойладым. Günler sayesinde boyladım. Boy sayesinde boyladım. Boy. Bravo kәні! Bravo! Келіңіз! Birlikte tamашалаймыз. Жарайсың, Тауасар. Негізінде керемет айтты ғой, бірден таптық. Тамаша айтты. Бұл енді Тауасардың өзінің әншілік шеберлігіне қатысты шағын ойын болған. Дәл қазір енді біз көке бірінші кезекте сіздерді блогер ретінде емес, актер ретінде шақырып отырмыз. Мына жерде біздің елге танымал, тәжірибесі үлкен, мықты актриса ханым отыр. Сондықтан бір жағынан бір мастер-класс бола ма деген ойдамыз. Сіздер де актерсіздер. Қазіргі таңда мінекей режиссердің де өзі режиссер болу үшін актерлік шеберлікті меңгеру керек деп ойлаймын. Сондықтан дәл қазір былайша айтқанда актерлер дуэлі. Кеттік, ендеше сахнаға. Барламас, кет. Сонымен Айгүл ханым сізге тапсырма. Алманы өміріңіздегі ең алғашқы алма деп жеңіз, елестеттіңіз. Әлемде алма жоқ. Мінекей, мынау алғашқы алма. Кеттік. Мына музыканың өзі.
Браво! Тамаша. Браво, Тамаша. браво. Міне. Ендеше Асылжанға тапсырма жүзімді жек көріп жеңіз. Құрметті достар, кезінде ертеректе жүзімдер Асылжанға жабылып ұрып кеткен. Содан бері Асылжан жүзімді жек көреді. Міне бүгін жүзім мен Асылжан кездесті. Жүздерме адамдардың соғысқан заманында. Тауасарға тапсырма. Тауасарға тапсырма. Иә. Қай? Өзім дайындап беремін ғой оған қазір. Бананды қалай? Жылап жеу керек. Окей. Не істеп тұр? Жыласай. Край. Жыласай, жыласай. Және соңғы тапсырма Қайсарға помидорды өміріңдегі ең ыстық махаббат ретінде же. Лемон дейді маған. Лимон тұғыз берсе дейді. Помидорды махаббатпен жеуің керексің. Барынша ғашық болып. Страстно, страсть. Кеттік. Қошеметтеріңіз керемет актерлер, өне. Тамаша. Кімдікі ұнады? Асылжан, Айгүл ханым, Қайсар. Тамаша, өне. Браво! Тамаша. Ендеше жалғастырайық. Жасыл диванға.
Тамаша құрметті достар, қызықтан бағдарламасы жалғасуда және де Көке фильмі жуырда. Көке фильмінің актерлері студияда. Мінекей дәл қазір менің ойымша Айгүл ханым бізді киноға шақырды. Сонымен қатар бізден басқа бүкіл Қазақстандағы жандарды да шақыру керек деп ойлаймын. Оны қалай істейміз? Оны мінекей әдеттегі өзіміздің чат рулетка. Яғни тікелей эфирде отырған көрермендерді кәдімгідей шақырып көрейік. Және де біздің актерлерді көрермендер көрген кезде қандай реакция көрсететінін барлығымыз тамашалайтын боламыз. Кеттік па? Сонымен жақын отырыңыздар. Жақынырақ. Ереке сен артына барасын ау. Иә. Атың кім? Барлық кинотеатрларда. Бақдәулет. Бақдәулет. Көке деген кино шығады. Кесей бауырым. Плюс Сабағын жақсы оқы, жарай ма? Все. Дышыдан қалма, давай. Дышыдан қалма. Келесі. Балықты жұм. Шақыр. Алып шақыр. Қалай тауыстар? Сен қалайсың? Бәлең бәрінде зор. Аттаға келдім. Тауысар, қашан қайтасың? Қашан қайтсын? Жүре берсін. Сәлеметсіз бе? Әңгімен соғып отыр ғой. Қалайсың? Не өсек? Жинал, шулама, жинал. Қалайсың, тілек. Күшті. Қайықта... Ойбай, жүгіріп келеді. Ей, ойбай. Айдаладың. Жүгіріп келіп қайтып қашып кетсе. Мен Дарина, привет сен деп. Дарина, привет! Марина, привет! Көке деген кино шығады. Если чё, кеп қайтыңдар. Хорошо? Бәрің. Қайсар. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Сенген жоқ да походу да. Ассалаумағалейкум. Боқтама. Қаяқта жүрсің? Қап-қараң болып кетті ғой. Боқтама. Қызықтаймыз бағдарламасында эфирдесің. Әңгімең бәрі. Басқа сөз білесің ба? Тұтқила. Мен Алматыдан мен. Атым Бекзат. Алматыда? Қандай нау? Қаяқта жүрсің? Басқа сөз білесің ба? Ей, кім өзің қолға алды? Қаяқта жүрсің? Ауылда, Ашшыбұлақ ауылы. Ашшыбұлақ па? Кім бар на? Кім бар? Көршілерге барса, көршілерге бар. Любой үйге кіре сал. Бол тез. Жүгір. Жүгір. Мен неден ба? Ютубтан шығам ба енді? Озе, YouTube бәрінен шығасың. Сен агенттен шығасың. Давай, любой көрші үйге кіріп кетсей. Жүгір. Тез бол, уақыт тез. Жүгір. Если что, ВК-дан да шығарамыз. Біреудің үйіне кіріп кет енді. Кірсе жақында кім бар қасына көршілер? Осаш біреудің үйін тоқылдатсай. Жанында тұрған үйдің біреудің есігін қағып кіре берсең. Бол. Барса енді. Таптың ба? Кір нашты, кір нау. Кір, автомойка, кір. Кір тез-тез. Кір, адам бар ма? Алесінде, нала тайсында ғой.
мына бүгін ауылдарында басқа сөз білетіндер бар ма? Ауылдардың аты қандай негізі? Сондай емес па? Кім бар тағы, көрсет. Сен алмай отыр, прикинь. Келесі көрші үйге кір, тез, келесі Тағы үйге. көрсет. Кім бар тағы? Ауылда 3 адамсыңдар ма не? Уағалейкум ассалам. Ана шлем шешті анаған. Шлем шеш. Шеште сықтайды анау. Запись қосайшы. Запись қоя тұр, шлем шеште анау сықтайды ол. Шлем шеш. Кинотеатрларда Көке фильмі, кел. Жақсы, жауыңыздар аға. Давай. Абайлап жүр үйге. Жақсы, қат Гол жүгірме. денге қайта бер. Давай. Жақсы, сау бол. Бірге тамашалаймыз көңілді көтеріп айтсын. Жігіттерді танып жатыр, кәдімгідей неше түрлі эмоцияларға куә болдық. Анандай қызық екен да. Адамдардың бірден анандай кіріп келіп, олар күтпеген жерден бір эмоциясын. Тамаша достар, мінекей осындай онлайн шақырту жасадық. Баршаңызды кинотеатрларда күтеміз қысқасы. Көке фильмі, Қайсар, Тауасар, Асылжан және Айгүл Иманбаева. Көрермендер, сіздерге алғысым шексіз. Рахмет, бізбен бірге болыңыздар. 5 сентябрьден бастап барлық кинотеатрларда Көке комедиясында біздер күтетін боламыз. Барша қызықтаймыз көрермендері, сіздерді Көке киносында күтеміз. Келіңіздер, уақыттарыңызды жақсы өткізіңіздер. Бір ой тиетін жер болса, ой тиіп, күлетін жерінде күліп, бастысы Қайсар мен Тауасардың фанаттарын шақырамыз. Барынша сіздерге ұнасын деп осы дүниені жасадық. Сол сіздер кинотеатрда күтеміз. Және қызықтаймыз, соны үлкен рахмет қолдағандарың үшін. Көп рахмет, Тауасар. Қазақтаймыз, көрек. Бүкіл Қызық Таймс ұжымына, Марат ағамызға, Еркебұлан ағамызға үлкен рахмет, көрермендерге рахмет. Барлығымыздың ең бірінші киноларымыздың бірін көріп, тамашалап, бағаларыңызды беріп кетуге шақырамыз. Сол енді. Рахмет. Сондай лаума. Негізі мен түсініп тұрмын, неге Қайсар негізі сөз таппай атқан. Бұл қобалжу емес, бұл шөлдегеннен. Шөлді басу керек қой. Шөлді басу керек. Шөлмен қатар тапқырлыққа көмектесетін, тапқырлықты шығаратын мінекей Lime Time деген керемет сусым бар. Мінекей Lime Time сергектік құпиясы дейді. Тауасар мінекей. Осылай істей бер. Lime Time сусыны шөліңді қандырып, және де Қайсарға энергия беріп, Тауасарды билетіп, мені ұйықтатып, Асылжанды әрі қаратай шабыттандырды ау деймін. Рахмет. Тамаша, құрметті достар, Lime Time сергекті құпиясы қызықтайыз бағдарламасының демеушісі. Рахмет. Сонымен, достар, Қызық Тайм студиясында Көке фильмінің актерлері. Рахмет! Кездескенше! Мінекей бұлар гөл шоқтар. Айгүл ханым біздің ұжымның атынан сізге қошеметтен заямаңыздар. Көке фильмі Қызық Таймс бағдарламасында. Білмеген ақпаратыңды білдіретін қызықтайын. Жамылған жұлдызыңды жандыратын қызықтайын. Қайғаларда болсаң да сен алдаратын